Бүгін біз Windows-тың барлық негізгі нұсқаларын біріншісінен қазіргі нұсқасына дейін егжей-тегжейлі талдаймыз. 40 жыл ішінде жүйенің қалай өзгергенін, әр жаңа нұсқаға қандай идеялар әкелгенін, және олардың кейбіреулері неге аңызға айналғанын, ал басқалары тез ұмытылғанын көрейік. Windows 1.0 бұл Microsoft корпорациясының 1985 жылдың қарашасында ресми түрде шығарған алғашқы операциялық жүйесі. Ол SSD үстіне қондырма ретінде орнатылды және бағдарламалармен бөлек терезелерде жұмыс істеуге, тінтуірді, қарапайым ашылмалы мәзірлерді және негізгі көп тапсырманы пайдалануға мүмкіндік берді. Графика өте қарапайым болды. Тек қарапайым түстер мен төмен ажыратымдылыққа қолдау көрсетілді. Мүмкіндіктері шектеулі және қолданбалардың аздығына қарамастан, Windows 1.0 Microsoft үшін маңызды эксперимент болды. Компания командалық жолдан алыстап, компьютерлерді бағдарламашы емес қарапайым адамдарға түсінікті еткісі келді. Сатылымдар қарапайым болғанымен, бұл нұсқа операциялық жүйелерде әлі де қолданылатын терезелермен, белгішелермен және тінтуірмен жұмыс істеудің негізгі принциптерін белгіледі. Ол дербес компьютерлердің даму бағытын көрсетіп, Microsoft корпорациясына берді. Windows 2.0. Ол 1987 жылдың желтоқсанында шықты және бірінші нұсқадан айтарлықтай жақсартулар әкелді. Енді терезелер бір-бірімен қабаттасуы мүмкін, интерфейс ыңғайлы болды, кеңейтілген жадты қолдау және жақсы ойластырылған басқару құралдары пайда болды. Графикалық қабыққа арнайы бейімделген танымал Microsoft Word және Excel қосымшаларының алғашқы нұсқалары Windows 2.0 болды. Windows 3.0 1990 жылы пайда болды, және Microsoft корпорациясының алғашқы шынайы коммерциялық жетістігі болды. Жүйе жедел жадты қолдауды, жақсы графикасын және нақты көп тапсырманы алды. Пайдаланушылар алғаш рет үнемі қайта жүктемей-ақ бірнеше бағдарламалар арасында ыңғайлы түрде ауыса алды. 1992 жылы шыққан 3.1 нұсқасы мультимедиялық қолдауды, желілік мүмкіндіктерді, ыңғайлы файл менеджерін және принтерлер бағдарламасын қосты. Бүкіл әлем бойынша миллиондаған көшірмелер сатылды. Бұл Windows 3 Microsoft корпорациясын дербес компьютерлер үшін операциялық жүйелер нарығының сөзсіз көшбасшысына айналдырды және бәсекелестерді вытыстыра бастады. Ол қарапайым пайдаланушылар графикалық жүйелерге жаппай көшуге және ыңғайлылық үшін төлеуге дайын екенін дәлелдеді. Windows 95 ол 1995 жылдың тамызында шығарылды және дербес компьютерлер әлемін толығымен өзгертті. Аңызға айналған бастау түймесі, тапсырмалар тақтасы, ыңғайлы негізгі мәзір, 32 битті қосымшаны қолдау және plug and play технологиясы пайда болды. Құрылғыны автоматты түрде тану үшін жүйе енді жеке досты қажет етпеді және жабдықпен әлдеқайда жақсы жұмыс істеді. Microsoft оны интернеттің қарқынды дамуымен бірге белсенді түрде насихаттады. Windows 95 ондаған миллион данамен сатылды және жаңа цифрлық дәуірдің символына айналды. Ол бұрын күрделі жүйелерден қорқатын миллиондаған үй пайдаланушылар үшін компьютерде жұмыс істеуді интуитивті етті. Windows 98 1998 жылы маусымда Windows 95 жетілген және тұрақты ізбасары ретінде шықты. Құрылғыларына қолдау айтарлықтай жақсарды, кірістірілген қалпына келтіру жүйесі пайда болды. Интернетке қосылу және мультимедиялық мүмкіндіктер жақсы жұмыс істеді. Windows 98 Second Edition ресми Wi-Fi қолдауын, жаңартылған интернет эксплорерді және жақсартылған үйлесімділікті қосты. Бұл жүйе көптеген жылдар бойы керемет танымал болып қала берді. Көптеген пайдаланушылар бұл жұмысты 2000 жылдардың басында да жалғастырды. Көптеген бағдарламалар мен құрылғылармен тамаша тұрақтылық пен үйлесімділіктің арқасында. Windows 98 өз уақытының сенімді үй операциялық жүйесінің нақты эталонына айналды. Windows Me 2000 жылдың қыркүйегінде тек үй пайдаланушыларына бағытталған нұсқа ретінде ұсынылды. Ол ыңғайлы қалпына келтіру жүйесін алды. System Restore жетілдірілген бейне және музыка құралдары, заманауи дизайн және автоматты жаңарту мүмкіндіктері. Өкінішке орай, іс жүзінде Windows Me жиі тұрақсыздықтан, драйвер ақауларының жиі қателіктерінен және жалпы баяулықтан зардап шекті. Қызықты идеялар мен жүйені жаңадан бастаушыларға мүмкіндігінше мейірімді етуге тырысқанына қарамастан, бұл тарихтағы ең сәтсіз нұсқалардың бірі болып саналады. Дегенмен бұл жүйе Microsoft корпорациясының бағытын көрсетті.
Windows XP 2001 жылдың қазан айында пайда болды, және бірден Windows-тың ең сүйікті және сәтті нұсқаларының біріне айналды. Жүйе үй желісінің әдемі және ыңғайлы интерфейсін қуатты, тұрақты және сенімді архитектурасымен сәтті біріктірді. Пайдаланушылар түрлі түсті визуалды эффектілерге, жоғары өнімділікке, әртүрлі жабдыққа тамаша қолдауға және Microsoft корпорациясынан керемет ұзақ қолдауға ие болды. Windows үйде пайдалану үшін де, кеңсе жұмысы үшін де тамаша болды. Көптеген адамдар оны әлі күнге дейін үлкен жылулықпен еске алады. Ол сол кездегі ең қуатты емес компьютерлерде де тұрақты жұмыс істеді, ойындарды, медианы және күнделікті тапсырмаларды жақсы орындады. Windows Vista 2007 жылдың қаңтарында шықты және өзімен бірге көптеген жаңалықтар әкелді. Жүйе мөлдір терезелері, әдемі анимациялары бар революциялық аэро интерфейсін алды және әсерлері. Пайдаланушы тіркелгісін басқару мүмкіндігінің арқасында қауіпсіздік айтарлықтай жақсарды. Жетілдірілген іздеу жүйесі, гаджеттердің бүйірлік тақтасымен интеграция және заманауи файлдық жүйе пайда болды. Microsoft Vistaға үлкен ресурстарды инвестициялады. Оны сол кездегі ең қауіпсіз және визуалды тартымды жүйеге айналдыруға тырысты. Өкінішке орай, жүйенің жоғары талаптары, ескі темірмен және бағдарламалармен үйлесімділік мәселелері, сондай-ақ жиі ақаулар көптеген пайдаланушылар мен компаниялардың ауысудан бас тартуына әкелді. Windows 7 2009 жылдың қазан айында енгізілді, және тез арада Microsoft корпорациясының ең жақсы операциялық жүйелерінің бірі мәртебесіне ие болды. Ол Vista'ның барлық негізгі мәселелерін шешіп, әдемі аэро интерфейсін сақтап, көптеген ыңғайлы мүмкіндіктерді қосты. Олардың арасында терезелерді автоматты түрде орналастыруға арналған AeroSnap бар. Жақсартылған тапсырмалар тақтасы, жылдам жүктеу және тамаша үйлесімділік. Пайдаланушылар жұмыс жылдамдығын, пайдаланудың қарапайымдылығын, сенімділігі мен жалпы тұрақтылығын жоғары бағалады. Windows 7 бүкіл әлем бойынша көптеген компьютерлерге орнатылды. Windows 8 2012 жылдың қазан айында шықты және өзімен бірге түбегейлі өзгерістер әкелді. Жүйе сенсорлық экрандар мен планшеттер үшін ең қолайлы жаңа метро тақтайшасының интерфейсін алды. Әдеттегі бастау түймесі жоғалып кетті. Жүйе тезірек жүктеле бастады, гибридті құрылғыларда жақсы жұмыс істеді. Және ресурстарды аз тұтыныңыз. TwinARM құрылғыларында Windows 8 өте жақсы жұмыс істеді. Классикалық пернетақта мен тінтуір компьютерлерінде өзгерістер үлкен сын толқынын тудырды. Кейінірек Microsoft Windows 8.1 шығарды. Ол ішінара классикалық интерфейс элементтерін қайтарды. Windows 10 өте икемді болды, қауіпсіздікті жақсартты. Кіріктірілген Windows Defender вирусынан қорғау және заманауи ойындарға тамаша қолдау. Алдыңғы нұсқалардан тегін жаңартудың арқасында ол бүкіл әлемге өте тез таралды. Жүйе әртүрлі құрылғыларға жарамды болды. Windows 10 ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең танымал операциялық жүйе болып қала берді. Windows 11 2021 жылдың қазан айында шықты және жаңа заманауи дизайнды ұсынды. Жүйе орталықтандырылған тапсырмалар тақтасын, тегіс анимацияларды, жақсартылған Snap Playout мүмкіндіктерін алды. Бірнеше терезелермен ыңғайлы жұмыс істеу және Android қосымшаларын біріктіру үшін Windows 11 заманауи темірді, соның ішінде TP 2.0 және Secure болып қолдауын қажет етеді, және қауіпсіздікке, жылдамдыққа және көп тапсырмаға баса назар аударады. Ол бірнеше мониторлармен жақсы жұмыс істейді. Ыңғайлы виджеттерді, жаңартылған хабарландыру орталығын және тыныш, минималистік интерфейсті ұсынады. Жүйе белсенді дамуды жалғастыруда, үнемі жаңа жасанды интеллект мүмкіндіктерімен үлкен жаңартуларды алады және бүгінгі күнге дейін барлық жаңа компьютерлер мен құрылғылар үшін Microsoft корпорациясының негізгі платформасы болып қала береді. Ал сіздерге қандай жүйе қатты ұнады? Комментке жаза кетіңіздер. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы